Сәлем баршаларыңызға. Мен бүгін каналымда слезы ангела пирогының дәл шығатын рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеомды соңына дейін қарап, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді аямай қалдырып отырыңыздар. Қолдауларыңызға рахмет. Пирогымыздың тестасын дайындау үшін маған 170 грамм ұн, 2 ас қасық қант, 1 жұмыртқа сарыуызы, 1 ас қасық сметана және 1 шай қасық қопсытқыш қажет болады. Осылардың барлығын араластырамын. Қантымда қопсытқышты салып, жақсылап араластырамын. Және қамырыма 80 грамм сары май қажет. Осыны қосып, қолымен араластырамын. Және осындай комоктар пайда болады. Бір тал жұмыртқа сарыуызын қосып, ары қарай қамыр байланысу үшін бір-бірімен сметананы қосамыз. Менің ұным кішкене көп болды, сондықтан 2 ас қасық сметана қосып жібердім. Осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Дайын болған қамырымды 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямын. Әрі қарай ірімшік салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін маған ірімшік 300-400 грамм қажет, 150-200 грамм қант, 3 тал жұмыртқа сарыуызы қажет, және сметана 100 грамм, ванильді қант қажет. Егер осындай ірімшіктеріңіз үлкен болса, сіздер үккіштен өткізіп, ұсақтап алсаңыздар болады. Осылай қантымды қосамын. Мен бірақ мөлшерден аз қосамын қантты кішкене. Ол сізді дәмді болып шығады, себебі ванильді қант қосамыз. Әрі қарай 3 жұмыртқа сарыуызын қосамын. Және сметананың жартысын қосамын. Өйткені менде творогым кішкене аз болғандықтан қатты сұйық болып кетеді. Сіздер бірақ 300-400 грамм творог деп алатын болсаңыздар, дәл осы 100 грамм сметананы қосасыздар. Және ванильді қанттан 10 грамм қосамын. Жақсылап араластырып, менің ірімшіктерім түйіршік үлкен болғандықтан, езгішпен жақсылап езіп, бір қалыпты массаға айналдырамын. Енді пирогымды салатын формамды жақсылап маймен жағып аламын. Сіздер пергамент қағазы немесе сары май қолдансаңыздар да болады. Мінекей қамырым тоңазытқышта қатайды, кішкене болсын. Енді осыны мен формаға сай келетін қылып жаямын. Сіздер оқтау пайдалансаңыздар да болады, немесе бетіне клеенка пайдаланып, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Менің өзіме қолыммен ыңғайлы, қолыммен формама сай жайып шығамын.
Мінекей, енді дайын болған салмамды осыған құйып шығамын. Мен де сәл сұйықтау болдым, бірақ ештеме етпейді, бәрібір піседі. Сіздер егер 300 немесе 400 грамм творог алсаңыздар, бұндай сұйық болмайды. Енді қызып тұрған пешімізге 160 градусқа 25-30 минутта пісіріп аламыз. Пирогым пісуіне 5 минут қалғанда кремін дайындап бастаймын. Ол үшін маған 4 жұмыртқаның ақуызы қажет, 4 ас қасық қант қажет. Және ескере кететін маңызды жайт, ыдысыңыз өте құрғақ болу қажет және миксеріңіз құрғақ болу қажет. Сонда сіздерде ақуыздан крем пайда болады. Ал егер кішкене болсын су қалып қалған болса, дұрыс шықпайды. Осылай жақсылап езіп шығамыз. Жылдамдығын аздап асырсаңыздар болады. Ақырындап қантымды салып отырамын. Және бірден тоқтап қалмау қажет. Осылай жылтыраған әдемі крем пайда болады. Пирог әдемі болып пісіп шықты. Енді осының бетіне кремімді салып шығамын. Жақсылап жайып шығамын. Өз қалауларыңша осылай әсемдеп шықсаңыз болады. Кішкене қызару үшін 160 градусқа 5 немесе 10 минутқа қойып аламыз. Мінекей, өте әдемі болып шықты. Енді осының бетіне тамшылар өздігінен шығу үшін пешімізді суытып, ішіне 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Немесе бетін шұңқыр табақтармен жауып қойсаңыздар да болады. Бұдан да үлкен тамшылар шығады. Және өте нәзік, қамыры жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде маған тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Асия.